Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіз. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі ауызашарға талқаннан жент жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен талқанымызға қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне қойылатылған сүтімізді саламыз, яғни сгущенкамызды саламыз, және де бір ас қасық бал салып жіберсеңіздер де болады. Содан соң бөлме температурасында еріп тұрған майымызды құямыз, немесе газге ерітіп алсаңыздар да болады. Және де бір ас қасық бал қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып алғаннан соң, осылайша міне қолға ұстаған кезде жабысып тұруы қажет қыздар, және де біздің жентіміз, талқанымыз құрғақ болып қалмауы қажет. Құрғақ болып қалса, онша дәмі дұрыс болмай, және де формаларға салған кезде сынғыш болып қалады, сынып қалатын болады, өзінің формасын ұстамай. Сол себепті майын өзіңіз көз мөлшерімен де қоса бересіз. Осылайша формаларға салып аламыз. Формаға салған кезде кішкене үстін қаттырақ басамыз, арасы бос болып қалмауы қажет. Егер де сіздің талқаныңыздың майы аз болып қалса, формадан шешкен кезінде ол сынып қалатын болады. Осылайша формаларымызға үстін баса отырып, барлық жеріне жеткілікті етіп қойып шығамыз. Және де қыздар, бұл жентті неше түрлі формада, кекс ыдысы болсын, әртүрлі етіп жасап шыға береміз. Женттарымызды формасына салып жасап алғаннан соң, міндетті түрде холодильникті 30 немесе 40 минутқа қатырып алатын боламыз. Және де өзіңіздің қалауыңыз бойынша бетіне шоколадтарды ерітіп жақсаңыздар да болады. Дайын болған женттарымызды тарелкаларымызға бөліп салып, осылай әдемі етіп ұсына береміз. Дастарханыңыздың сәнін келтіретіні сөзсіз. Және де жентті шаймен үлкен кісілерге берсеңіз, міндетті түрде ұнатады. Баршаңызға ас болсын. Видео ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Баршаңызға рахмет.